Ынтымақ Қазақстанның шағын және орта бизнес қызметкерлері кәсіподағының салық кәсіподағы бүгінгі таңда ең жас салық кәсіподақ деп атауымыз керек. Қазақстан Республикасы кәсіподақтар федерациясының мүшелік ұйымы. Мен айтуым керек, қазіргі таңда 16 облыстық және қалалық филиалдарымыз бар. 40 мыңға жуық кәсіподақ мүшелерін біріктіреді. Ынтымақ кәсіподақтың басты міндеттері бұл қызметкерлердің әлеуметтік экономикалық мүдделерін қорғау, кәсіподақ мүшелері және отбасының әл-ауқатын ақтарту, бұл ең басты осы салық кәсіподақтың міндеттері болып табылады. В этом году мы вступили в ынтымақ. Біз ынтымаққа биыл ғана қосылдық. Кілең жастарды таңдап алдық. Жалақыны дер кезінде төлемеу, толық бермей қою сияқты түрлі келеңсіздіктер кез келген мекемеде де болып тұрады. Ондай мәселелерді шешеміз. Арнайы киім туралы проблеманы да көтеріп жатырмыз. Қазір енді сатып алатын болып жатыр. Осында жүргізуші деңгейін көтеретін арнайы курстар да бар. Қызмет мәдениетін көтермекші ниетіміз бар. Сондықтан да жүргізуші кеш сайын өткізіп тұратын жоспар дегенді алып тастадық. Енді оған автобусты айдаған үшін ғана төлейміз. Өзіміз енді юрист емеспіз, заң жағынан ештеңе білмейміз ғой. Жүргізуші өмір бақи 30 жыл жүргізуші болып келе жатырмыз ғой енді. Біз қорғаушымыз ғой олар. Егер профсоюздың ішінде қосылған болса профсоюзге, біз олардың адвокаты болып есептелеміз. Ол не үшін бізге келіп жауап жасауға болады оған, құқығы бар оған. Мысалға жұмыстан мен осындай заңсыз немен жұмыстан шығарып жатыр десе, бізге келіп заявление жасап, біз оны қараймыз. Біз енді өзіміздің осы жұмыс беруші мен жұмысшылардың арасында алтын көпір ретінде оларға көмек көрсету, лайықты еңбек жасау, лайықты өмір сүруіне кепілдік жасау. Міне біздің негізгі басты ұранымыз, мен ойымша, абыройлы, лайықты еңбек, өнегелі өмір. Осы біздің ең басты ұранымыз, осы ұранмен қазіргі барлық республиканы қамтып келе жатырмыз.